Әшейдің ертегісі. Түлкі, қойшы, аю. Аяғда бір қойшы қой бағып жүрсе, бір аю түлкіні қуалап баратады. Ол түлкі бір таңның ішіне кіріп кетеді. Оның артынан кірген аюдың алды сыйып, арты сыймай қалады. Түлкі бір кішкентай шетінен шығып кетеді де, айналып келіп, аюға әбден күледі. Одан кейін аю бірдеңе қылып шығып, қойшының қасына барады. Ей қойшы, сен не көрдің дейді. Сен түлкіні қуалап бара жатқаныңды көрдім дейді. Аю ашуланып, егер осыны біреуге айтсаң, мен сені жеп қоямын дейді. Ойбай, ешкімге де айтпаймын дейді. Кешке жақын үйіне барған қойшы оны бүкіл ауылға айтады. Тіпті оны бала-шағалар әндетіп айтып жүр. Оны естіген аю ашуланып қойшыға келіп, ей қойшы, сен ешкімге айтпаймын дегенің қайда? Енді мен сені жеймін дейді. Қойшы, 3 күн уақыт берші, мен үйдегілермен, туысқандарыммен қоштасып келейін дейді. Онда 3 күннен соң мен сені жеймін дейді. Бірде қойшы жылап отырады. Қасына түлкі келіп, ей қойшы, неғып жылап отырсың дейді. Осылай да осылай бәрі сенің кесірің деп айтады. Ойбай, үндеме, мен саған бір тәсілін айтайын. Сен маған не бересің дейді.